Ханафи KZ ұсынады. Саммахум мусаллин. Алла Тағала әлгі мына намаз оқушыларды өздеріне азап болсын деді Алла Тағала. Сол намаз оқушыларды намаз оқушылар деп сипаттады дейді. Қараңыздар, бұл намаз оқымай жүрген кісілер емес бұл. Алланың лағнетіне ұшырап, Алланың азабына душар болып жатқан кісілер. Бұлар кімдер? Маңдайын сәждеге қойып жүрген, кәдімгі намаз оқып жүрген кісілер. Бірақ қалай намаз оқып жүр? Салғырттықпен оқиды да. Түсіндіңіз ба? Алла сақтасын. Бірақ бұл жерде мынау нәрсе туындайды. Қараңыздар, енді біреулер айтады ғой, жаңағы мен қорқам намаз бастасам дейді. Неге қорқам? Себебі намаз тастап қоям ба деп қорқам дейді. Сол үшін намаз бастамай жүрмін дейді. Қараңыздар, біз былай айтамыз ондай адамдарға. Қараңыздар, бір адам намазды мейлі бастады, тастап кетті, бастады, тастап кетті. Тіпті бір рет болса да маңдайын сәждеге қойған болса, көрдіңіз ба? Ол адам әлгі үнемі намаз оқысам тастап қоям ба деп қорқам деп жүрген, сөйтіп намаз оқымай жүрген адамнан өлсе өлік артық адам. Түсіндіңіз ба? Себебі бұл бір мәрте болса да маңдайын сәждеге қойған адам. Түсінікті ғой? Сондықтан да тастап кетемін деп қорқып намаз оқымай қою деген ол нәрсе, ол дұрыс нәрсе емес. Түсінікті ғой? Себебі тастап кетемін деген ойды кім салып жатыр? Шайтан салып жатыр. Әдейі сен намаз бастама деп әдейі салып жатыр сол ойды. Сен тастап қоясың, сен өзіңе сенімсізсің деп үнемі сөйтіп ой сап тұрады. Ал келешекте ешкім білмейді. Намазды тастап қоясың ба, тастамайсың ба, бір Аллаға мәлім нәрсе ол. Қайта Алладан дұға тіле, сол намаз тастамайыншы осы, бастадың осы намазды тастамайыншы осы деп дұға тіле Алладан. Неге сен тастап қоям деп қорқып жүресің?